сабырлылық және ауру сырқау. Кім Алла тағаланың азабына душар болмауды және мейіріміне жетіп, пейішіне кіруді қаласа, нәпсісін дүниенің қызықшылығынан тыйсын және қиыншылықтарына, кесел-кесапаттарына шыдап, сабыр қылсын. Алла тағала былай деген: Алла сабырлыларды сүйеді. Сабырдың бірнеше түрі бар. Бірінші, Аллаға құлшылықта сабырлы болу. Екінші, Алла тағала арам қылған нәрселерден сақтануда сабырлы болу. Үшінші, кесел-кесапатқа, қиыншылыққа тап болғанда, әсіресе кесел-кесапаттың алғашқы сәттерінде сабырлы болу. Кім Аллаға мойын сұнуда сабырлы болса, Алла оған пейіште әрбірі жер мен көктің арасындай болған 300 дәреже береді. Кім сабырлылық қылып, Алла арам қылған нәрселерден өзін тыя алса, қиямет күні оған 600 дәреже беріледі. Кім бұл дүниенің қиыншылықтарына, бәлелеріне шыдап, Алла тағала белгілеген әдеп ақлақ негіздеріне көңіл бөлсе, пейіште оған 700 дәреже беріледі. Әрбір дәреженің арасы жер мен арштың арасындай болады. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уәсәләм бұлай дегені риуаят етіледі. Алла тағала бұлай деп айтады: егер бір пендем басына бәле келгенде маған сыйынса, тілек тілесе, оған беремін. Дұға қылса, дұғасын қабыл аламын. Егер бір пендемнің басына бәле келгенде маған емес, мен жаратқан біреуге не бір нәрсеге сыйынып, одан жәрдем сұраса, ол пендеме аспанның барлық есіктерін жауып тастаймын. Ақыл есті кісі бәле кесапаттарға сабыр қылып, елге шағымданбауы керек. Өйткені сол нәрсе оны бұл дүние мен ақырет азабынан құтқарады. Ең ауыр кесел-кесапаттар мен сынақтар Алла тағаланың пайғамбарларының және әулие пенделерінің басына келеді. Жунайд Бағдади былай деген: кесел-кесапат данышпандарға шамшырақ, Алла жолындағыларға ескерту, мүміндерге тура жол, ақыреттен бейхабар жүргендерге өлім хабарын беруші. Мүмін пенденің басына бәле келсе, иманы артады, тағдырына наразы болмай сабыр қылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм былай деген: кім бір түн бойы ауырып, оған сабыр қылса және Алла тағаладан разы болса, күнәларынан анасы туған күндегідей тап-таза болып арылады. Демек, ауырғандарыңда денсаулықты аңсай бермеңдер. Даххак былай деген: кімнің басына 40 түнде бір рет болса да бәле, кесел-кесапат не қайғы түспесе, Алланың алдында ол кісінің ешбір жақсылығы жоқ. Муаз ибн Жабалдың радиаллаху анху былай деп айтқаны риуаят етіледі: Алланың бір мүмін пендесі бәлеге тап болғанда, Алла тағала оның күнәларын жазушы періштеге: қаламыңды оның дәптерінен ал, деп, сосын оң жақтағы сауап жазушы періштеге: бұл пендем жасаған істерінің ең жақсысын жаз, деп бұйырады. Пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уәсәләм риуаят етілген басқа бір хадисте былай деп айтылады: бір пенде ауырып қалғанда, Алла тағала оған 2 періште жіберіп, оларға пендемнің не қылып жатқанын қараңдар дейді. Егер ол пенде әлхамдулиллах, Аллаға шүкір десе, бұл сөзі Аллаға жеткізіледі. Әлбетте Алла барлық нәрсені ең жақсы біліп тұрушы. Алла тағала сол пендесі туралы былай деген: егер пендемнің жанын алсам, оны пейішке кіргіземін. Егер шипа берсем, оның етін жақсырақ етке, қанын жақсырақ қанға алмастыруым және оның күнәләрін жасыруым ол пендемнің менің мойнымдағы ақысы. Хикая. Исраил ұлдарының арасында адамдық қасиеті төмен біреу бар еді. Ол күнә жасаудан бас тарта алмайтын. Халық оны бұзақылығынан тыйғанмен,
оны күнәдан арылтуға әлсіз болған. Сонда олар Алла тағалаға дұға қылып, өздерін бұл бәледен құтқаруды өтінеді. Алла тағала Мұса алейхиссалам пайғамбарға уахи жіберіп: «Уа Мұса, Исраил ұлдарының арасында бір бұзық жігіт бар, оны сол жерден қуып жібер, оның кесірінен сол жердің елі азапқа душар болмасын» дейді. Мұса алейхиссалам жігітті сол жерден шығарып, басқа бір ауылға жайғастырады. Алла тағала Мұса пайғамбарға уахи қылып, ол жігіттің ол ауылдан да шығарылуын бұйырады. Екінші мәрте қуылған жігіт үңгірге барып өмір сүруге мәжбүр болады. Ол көп өтпей ауырып, жер құшақтап жатып қалады. Жанында қарайласар ешкімі жоқ, топырақ жастанып жатып: «Егер анам жанымда болса, маған мейірімін төгіп, осы дертіме жылаушы еді. Әкем жанымда болғанда, маған жәрдем беріп, қарайласушы еді. Жұбайым жанымда болса, менен айырылып жатқанына қайғырып, жылаушы еді. Егер балаларым жанымда болса, артымнан жылап, уа жаратқан Алла, өз жерінен басқа бір ауылға, ол ауылдан бір үңгірге қуылып, сол жерден ақыретке көшкен күнәһар бейшара әкемізді кешіре көр» деп дұға қылушы еді, деп іштей айтады. Содан соң Алла тағалаға жалбарынып: «Уа Алла тағалам, менің үмітімді және байланысымды ата-анамнан және жұбайымнан үздің. Жоқ дегенде мені өз мейіріміңнен құр қалдырма. Олардан ажыратумен жүрегімді өртедің. Енді күнәларым себепті денемді отқа жаға көрме» деп дұға қылады. Сонда Алла тағала ол жігіттің анасының, әйелінің бейнесіндегі хор қыздарын, балаларының және әкесінің бейнесіндегі періштелерді жібереді. Олар оның жанына отырып жылай бастайды. Мұны көрген жігіт өзінше: «Міне, менің анам, әкем, жұбайым және балаларым жаныма келді» дейді. Содан соң көңілі жайланып, күнәларынан арылған жағдайда дүние салады. Бұл оқиғаның артынан Алла тағала Мұсаға алейхиссалам: «Уа Мұса, пәленше жердегі үңгірге бар. Ол жерде менің бір жақын пендем қаза болды. Оны жуып, көму істерін саған тапсырдым» дейді. Мұса алейхиссалам ол жерге жеткенде, Алланың бұйрығымен туған жерінен қуылған жігіттің жансыз денесін көреді. Жігіттің айналасында хор қыздар жүрген еді. Мұса алейхиссалам Алла тағалаға: «Уа жаратқан ием, бұл баяғы сенің бұйрығыңмен туған жерінен де, ауылдан да қуылған кісі емес пе?» дегенде, Алла тағала: «Бірақ кейін мен оған рақым қылып кешірдім. Себебі ол шын көңілден пұшайман болып маған жалбарынды. Ел жерінен, ата-анасынан, бала-шағасынан шетте жүрудің азабына шыдады. Оның өлер алдында анасы мен жұбайының бейнесіндегі екі хор қызды, әкесі мен балаларының бейнесіндегі періштелерді жібердім. Олар оның аянышты жағдайына, қайғысына ортақтасты. Өйткені жалғыз қалған ғаріп пенде, өлгенде жер мен аспан оған қатты қайғырып жылап тұрды. Мен қайырымдылардың ең қайырымдысы болып тұрып, оған қалайша мейірім көрсетпей қояйын» дейді. Сапардағы кісі өлімнің босағасын аттағанда, Алла тағала періштелеріне: «Уа періштелерім, бұл кісі ғаріп өмір сүрді. Балалары, жұбайы, ата-анасы алыста қалды. Егер ол өлсе, артынан жылап, жоқтайтын кісі жоқ» дейді. Сөйтіп ұлы жаратқан бір періштені ол кісінің әкесі, тағы бір періштені анасы, тағы басқа періштелерді оның балалары және жақындарының бейнесіне салады. Олар ғаріп байғұстың өлер кезінде жанына келеді. Оларды көрген бейшара кісінің көңілі жай тауып ақыретке аттанады. Оны ақырғы сапарға шығарып салған періштелер қиямет күніне шейін оған дұға қылады. Ұлы жаратушының Алла құлдарына өте шарапатты. Қалағанына қалағанынша ризық береді. Ол шексіз күш қуат иесі, бәрінен үстем һәм құдіретті деген аятының баянын міне сол жерден көруге болады. Ибн Ата былай деген: «Пенденің шынайы мүмін болып болмағаны, қиыншылықта
не төрт құбыласы түгел кезде білінеді. Төрт құбыласы түгел кезде шүкір қылып, басына бәле келгенде шағымданып жылаған кісі өтірікші. Егер біреу адамдардың және жындардың бүкіл іліміне ие болып, бірақ басына бәле келгенде шағымдана бастаса, ол ғалымға ілімінің және жасаған жақсы істерінің ешқандай пайдасы болмайды. Өйткені Алла тағала бір құдси хадисте былай деген: кім менің тағдырыма разы болмаса, мен берген нығметтерге шүкір қылмаса, өзінен менен басқа құдай іздесін. Уахиб ибн Мунаббих риуаят етеді: пайғамбарлардан біреу Алла тағалаға 50 жыл ғибадат жасады. Алла тағала оның күнәләрін кешіргенін хабарлағанда, ол пайғамбар: уа жаратқан ием, сен кешіргендей күнәда қылмадым ғой дейді. Бұл жауапты естіген Алла оның мойнындағы тамырларының бірін тез соғуға бұйырды. Нәтижеде ол пайғамбар түнімен ұйықтай алмай шықты. Таң ағарғанда жанына келген періштеге түнімен тартқан азабын айтып берді. Періште: Алла тағала саған 50 жылдық ғибадат сол тамырдағы аурудың болмағаны үшін айтылған шүкіршілікке де тең емес деп айтады деді. Нәпсіні тәрбиелеу. Алла тағала бір аятта пенделерін былай деп ескертеді: әркім ертеңгі ақыреті үшін не істеп, о дүниеге не жолдағанына көңіл аударсын. Аллаға шын көңілден тағзым етіңдер және оған қарсы келуден сақтаныңдар. Шүбәсіз Алла не істеп, не қойып жүргендеріңнен толық хабардар. Уа адамзат, әрдайым жамандықты қалап тұратын нәпсі саған шайтаннан да жаман дұшпан екенін біліп қой. Шайтан нәпсіңнің қалауымен мойныңа мініп алып, сені Алланың жолынан шығарып жіберуі мүмкін. Нәпсің болса, сені құрғақ қиялдармен алдап қояды. Себебі нәпсі надандықты, салғырттықты ұнатады және өмірді жалқаулықпен өткізуді қалайды. Ол әрдайым бұзақы істерге араласады, тәкаппарлыққа азғырады. Егер нәпсіңе разы болып, оған бас ийсең, өміріңнің соңы өте жаман болады. Нәпсі ешқашан жақсылыққа алып бармайды. Нәпсі бәлелердің басы. Шайтан үшін күнәнің құлы болған нәпсісін жақсы көрген кісі жаратқанды тани алмайды. Құранда былай деп айтылады: Аллаға қарсы келуден сақтаныңдар. Шүбәсіз Алла не істеп, не қойып жүргендеріңнен толық хабардар. Пенде өмірін қалай өткізгенін, ақырет үшін қандай іс жасағанын ойласа, сол нәрсе оның жүрегінің тазалануына себеп болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм бір сағаттық ой жүгірту, тәфәккүр, бір жылдық ғибадаттан жақсы деген. Әбу Лайс ас-Самарқандидің тәпсірінде де солай айтылған. Ақылды кісілер өткен күнәларына тәубе жасап, өзін ақыретте тозақ отынан құтқаратын, Аллаға жақындатушы істер турасында ойлансын және оларды орындаумен ақыретін құтқарсын. Мақсаты жоқ, аяғы белгісіз істермен әлек болмасын. Жаман істерді тастауға ұмтылсын. Әрдайым Алланы еске алып, арам істерден аулақ болсын. Нәпсісінің шариғатқа жатпайтын қалауларынан қашып, оған қарсы тұруға күш салсын. Нәпсіні тәрбиелеу туралы ұлылардың сөздері. Сүлеймен алейхиссалам пайғамбар былай деген екен: нәпсісін тәрбиелей алған кісі жалғыз өзі жер жүзін бағындырған батырдан да күшті. Әзірет Әли радиаллаху анху айтады: мені мен нәпсім бір қора қой мен қойшыдаймыз. Қойшы қойдың бір жағын қайтарса, екінші жағы жайылып кете береді. Кім нәпсісін жеңіп, оның қалауларын тізгіндей алса, рақымға бөленіп, рахат топырағына көміледі. Кім жүрегіндегі асыл сезімдерді өлтірсе, лағынетке ұшырап, азап топырағына көміледі. Белгілі әулиелердің бірі былай деген: Аллаға ғибадат жасап, нәпсіңмен күрес. Аз ұйықта, аз сөйле. Аз ұйықтау ерікті күшейтеді. Аз сөйлеу бәлені жояды. Адамдарға және басқа жандыларға зиян келтірмеу пендені тілегіне жеткізеді. Аз тамақтану пендегі нәпсі құмарларын қиыншылықсыз жеңуге көмектеседі.
Тамаққа әбден тою жүректі әлсіретіп, адамгершіліктен бездіреді. Аз тамақ жүректі нұрландырады. Әрдайым тоқ жүру пендені Алладан алыстатады. Сол себепті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм былай деген: жүректеріңді аштықпен нұрландырыңдар. Нәпсілеріңмен күресіп, оны тәрбиелеу үшін аз жеу және аз ішу жолын қолданыңдар. Аштықпен пейіш есігін қағуды тоқтатпаңдар. Себебі оның сауабы жихадтың сауабына тең. Алла үшін аш болудан өткен ғибадат жоқ. Кім қарнын үздіксіз тойдырып жүрсе, рухани әлемге кіре алмайды, рухани ләззат ала алмайды және ғибадаттың дәмін сезбейді. Әзірет Әбу Бәкір радиаллаху анху былай деген: мұсылман болғанымнан бері жаратқан иеме жасаған ғибадаттан ләззат алу үшін ешбір уақытта тойып тамақ жемедім және қанғанша су ішпедім. Себебі көп жеген кісі көп ғибадат жасай алмайды. Пенде тамағына шейін тойып алса, тұла бойы ауырлап, ұйқы басады. Буындары босап, көп ғибадат жасауға ниеттенсе де қыла алмай, қолынан ұйқыдан басқа еш нәрсе келмей қалады. Мұндай адам жуылған өлікке ұқсайды. Мен Жахул Абидин атты кітапта дәл осылай айтылған. Лұқпан хәкім айтады: ұлым, ұйқыда және тамақта шектен аспа. Себебі көп жеп, көп ұйықтағандар қиямет күні есеп беруге жаман жағдайда келеді. Олардың ешқандай жақсы істері болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм былай деген: көп жеп, көп ішумен жүректеріңді өлтірмеңдер. Өйткені көп суғарылған өсімдік тамыры шіріп қурап қалғандай, жүрек те көп жеп ішумен өледі. Ғалымдардың кейбіреулері асқазанды жүректің астында қайнаған және оның буы жүректі үрлеп тұрған қазанға ұқсатады. Бу көп болса, жүректі қарайтады, тіпті өлтіреді. Көп тамақтану ой түсінікті және білімді азайтады. Құрсақтың үлкендігі еске сақтауды нашарлатады. Хикая. Бір күні Яхия пайғамбар алейхиссалам шайтанға жолығып қалады. Оның қолында бірнеше жүген бар еді. Яхия алейхиссалам бұл не деп сұрағанда шайтан: бұл адамзатты аулайтын шектен шыққан нәпсінің қалаулары деп жауап береді. Яхия алейхиссалам: бұның арасында маған тиесілісі де бар ма десе, шайтан: жоқ, сен бір мәрте кешкі тамақты тойып жеп алғаныңда намазды саған ауырлатқан едік деп жауап берді. Бұл сөз өмірінде бір рет тойғандар үшін айтылуда, ал енді өмірінің әрбір күнінде қарнын қампитып алып, аштық не екенін білмей тұрып, ғибадат жасауға әрекет жасағандарға не деу керек? Риуаяттарға қарағанда, Яхия алейхиссалам бір мәрте арпа нанмен қарнын тойдырып алып, сол түні зікір қыла алмай ұйықтап қалған еді. Алла тағала оған былай деп уахи жіберген: уа Яхия, менің үйімнен жақсы үй тауып алдың ба? Не, менен де жақын біреуді таптың ба? Ұлылығыма ант етейін, Фирдаус пен тозақты жақыннан көріп салыстыра алсаң, көз жасының орнына көзіңнен ірің ағып, тігілген киімнің орнына темір киім киер едің. Нәпсі мен шайтанға қарсы тұру. Ақылды кісі нәпсінің азғыруын аштықпен, оразамен басады. Себебі Алланың дұшпаны болған нәпсі аштықпен ғана тізгінделеді. Шайтан пендені тән құмарлығы, жеп ішу жолдары арқылы азғырады. Бұл туралы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм былай деген: шайтан адамның денесінде қан тамыры арқылы айналып жүреді. Сондықтан сендер оның жолын аштықпен тарылтыңдар. Көпке шейін аш қалып, шөлдеп жүрген кісілер қиямет күні Аллаға жақын болады. Адам баласын құртатын ең үлкен қорқыныш тойғанын білмеген қарны. Адам ата алейхиссалам мен Хауа ананың пейіштен шығарылып, азабы көп бұл дүниеге жіберілуінің себебі де сол. Себебі олар Алла тыйым салған ағаштың жемісіне қол созып қойды. Осындай құрсақ тән құмарлығының басы. Бір данышпан былай деп айтқан екен: нәпсісіне жеңілген пенде
оның қалауларының артынан еріп жүріп, нәпсінің қателіктеріне ұрынады. Нәпсісі оның жүрегін көптеген пайдалардан мақұрым қалдырады. Дене мүшелерін нәпсінің қалауларымен суарғандар жүрегіне өкініш ағашын тігеді. Алла жандыларды 3 түрде жаратқан. Бірінші, періштелер. Алла періштелерге ақыл берген, бірақ күнәға жетелеуші нәпсі бермеген. Екінші, хайуанаттар. Алла хайуанаттарға біздің түсінігіміздегідей ақыл бермеген, бірақ нәпсі берген. Үшінші, адамзат. Алла адамзатқа ақыл да, нәпсі де берген. Кімнің тән құмарлығы ақылына үстемдік қылса, ол хайуаннан төмен жағдайға түседі. Кімнің ақылы нәпсісіне үстемдік қылса, ол періштелерден де жоғары деңгейге жетеді. Хикая. Ибрахим әл-Хауас дүниені қаралау кітабында. Бір күні Лукан тауына шықтым. Ол жерде анарды көріп, тәбетім ашылды. Біреуін алып жардым. Сөйтсем әлі көк екен. Оны тастадым. Жақындау жерде киімі өте жұпыны, үстіне ара үймелеген бір аш адамға көзім түсті. Оған «Ассаламу алейкум» дедім. Ол да «Уағалейкумуссалам Ибрахим» деп жауап берді. Одан «Мені қайдан танисың?» деп сұрадым. Ол ұлық, құдіретті Алланы таныған адамға еш нәрседен қауіп жоқ деді. Сенің ұлық, құдіретті Алламен бір байланысың бар екенін көріп тұрмын. Сені мына аралардан қорғасын деп Алладан неге сұрамайсың дедім. Ол, мен де сенің Алламен байланысың бар екенін көріп тұрмын. Өзің неге Алладан анарға деген тәбетіңді тежеуін сұрамадың? Анардың саған тигізер зардабы араның шаққанынан аса қатты. Араның шаққан ауруы бұл дүниеде қалады, ал анардың шаққаны тигізер зардабы ақыретке дейін жалғасады деді. Деген әңгімені келтіреді. Құмарлық патшаны құл қылады, сабырлылық құлды патша қылады. Жүсіп пайғамбар алейхиссалам сабырлылығымен Мысырдың патшасы болды. Зулейха патшаның жұбайы еді. Тән құмарлығына алданғаны үшін ұятқа қалып, бейшара жағдайға түсті. Себебі Зулейха Жүсіпке ғашық болып қалғаны үшін сабыр қыла алмады. Әбул Хасан әр-Рази баяндайды. Бірде әкесі 2 жыл бұрын қаза болған әкесін түсінде оттан киім киіп жүрген жағдайда көріп, «Уа әкетай, неге тозақлардың арасында жүрсің?» деп сұрайды. Әкесі, «Балам, мені нәпсім тозаққа түсірді. Нәпсіңе алдана көрме» деп аянышты жауап берді.